Инвестициялық бағдарламаның орындалуына қоғамдық мониторинг жүргізіледі. Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаменті мен тұрғын үй коммуналды шаруашылық жөніндегі өңірлік қоғамдық кеңестің мүшелері, бақ өкілдері, су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инвестициялық бағдарламасының орындалу барысымен танысты. Олар қоғамдық мониторинг жүргізу мақсатында кәсіпорын тапсырысымен құрылысы жүргізіліп жатқан кәріз коллекторы және ағынды су тазарту кешенін ұлғайту жұмыстарын көрді. Халық саны көбейді. Қаланың ішінде көптеп көп қабатты үйлер көбейіп жатыр. Жаңадан елді мекендер, микрорайондар қосылып жатыр. Сол себептен судың көбеюіне байланысты бізге жаңағы дүйкірний система қауіпті болып тұр. Ол бір. Екінші, бұны самотечный ағызатын болсақ, самотечный өз еркімен. Біз көптеген жаңағы тоқтауларды алға аламыз. Оның толып ағу пайызы кемейеді. Алдағы уақытта жаңағы абоненттерді де қосымша қосуға мүмкіндік ашылады. Самал 3 шағын ауданындағы ұзындығы 3,5 шақырымға жуық коллекторды қайта құру жұмыстары барысында Момышұлы көшесі мен Юсупов көшесі аралығындағы су төгетін станцияға дейінгі құбыр жаңартылып жатыр. Бұл коллектор 1972 жылы салынған, яғни тозығы әбден жеткен. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысымен бұл жұмыстарды Тұрлан құрылыс мердігерлік ұйымы қолға алған. Отандық өнімдердің сапасына, көлеміне, қаржысына қатысты сауалдарды қойған қоғам белсенділері мердігер компанияның жұмысын қабылдап алуға тұтынушылар атынан қатысуға құқылы екенін алға тартты. Шын мәнінде оған ешқандай кедергі жоқ, дейді кәсіпорын өкілдері. Барлық сметалық құжат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес АБС программасы бар. Сол АБС программамен жасалады. Одан кейін экспертизаға беріледі. Экспертизадан егжей-тегжейлі тексеріліп, содан кейін бағасы түседі, көтеріледі. Бірақ көтерілген көрген емес біз, бірақ түскен. Сендердің тірліктеріңді, бұлардың сендердің заказчиктері ғой, подрядчиктері ғой. Бұлардың тірлігін ертең кім қабылдайды? Біз қабылдаймыз. Біз неге қабылдамаймыз? Ақшаны үйреткен біз ғой. Халық неге? Енді келіп көріп жатсыздар ғой. Көрген түк емес, ертең қол қоятын кезде біз неге қарамаймыз? Неге біз қол қоймаймыз? Қосайық, қарайық. Келесі нысан Шымкент қалалық ағынды су тазарту кешені. Қуаттылығы тәулігіне 150 мың текше метр шайынды суды тазартуға арналған кешен құрылғылары жыл 12 ай бойы күндіз-түні жұмыс істейді. Қала аумағының ұлғайып, халық санының артуына байланысты кешенді кеңейту жобасын қала әкімдігі қолдап, 2023 жылдың қаңтар айында қосымша имараттың құрылысы басталған еді. Нәтижесінде 200 мың текше метр ағынды суды тазартуға қауқарлы болмақ. Бұл жерде атап өткім келетіні, департаментпен әкімшілік тарапынан екі жақтама бірлескен бұйрық бекітілген. 5 жылдық инвестициялық бағдарламаға сәйкес біз 9,3 миллиард қаражатқа тариф арқылы қаражат берілген болатын. Оның ішінен 2 миллиард қаражаты биылғы 23 жылға тиесілі. Сонымен қатар өздеріңіз қазір бақылап отырсыздар, сол жағымызда орналасқан объектілер, олар енді тарифке енгізіледі келесі 5 жылдықта. Яғни 26 жылдың 1 шілдесінен бастап. Осы 23 жыл мен 26 жылдың аралығында тарифтің өзгеруі ешқандай әсер етпейді. Тағы да атап өткім келетіні, мынау 2 миллиард 27 миллион 23 жылға тиесілі дедік. Оның ішінен 920 миллион теңгесі қаланың ішіндегі су жүйесін жаңартуға бағытталған. Ал 970 миллиарды ол кәріз жүйесін жаңартуға. Яғни, износ дейміз, негізгі құралдардың тозу шығыны 15%-ға төмендету іс шарасының бірден бір себебі сол. Сол үшін біз инвестициялық бағдарламасына өзгеріс енгізіп, кәріз жүйесіне қосымша қаражат бекіткен болатынбыз. Осы кәріз жүйесінің бүгінгі таңда тозу шығыны 77%-ды құрап отыр. 3 жылдың ішінде алла бұйыртса, инвестициялық бағдарламаның орындалу әрбір іс шарасын орындау барысында бізде тозу шығынымыз 77%-ға түседі деп 71%-ға түседі деп жоспарлап отырмыз. Айта кететін жаңа объектілер деп отырмыз. Бұл бүгінгі таңда қаланың бас жоспарынан енгізілмеген. Бұл су ресурстар маркетингінің бүгінгі таңда Европалық банкінен алынған қаражат негізінде жасалып жатыр. Атап инвестиция ретінде. Ол тек сол 2026 жылдан кейін тарифке енгізілетін атап өту керек. Бұл басты бір мәлімет сол.
Енді бүгін шықтыңыздар, қандай да бір өзгеше планнан ауытқып біз мәселе мынандай, біздің тікелей міндетіміз заң аясында біз қаражат жүзінде тексеру жүргіземіз. Сонымен қатар мына табиғи монополиялар туралы заңына сәйкес департаментпен бірлесе отырып қоғам белсенділері бар, общественный мониторинг дейміз. Общественный мониторинг жасап, іс жүзінде жұмыс жүргізіліп жатқанын бақылаймыз. Сонымен қатар біз енді департамент мамандары, ол экономист, бухгалтер, оны түсіну керек. Қосымша бұл жұмыстардың заңды және стандарттарға сәйкес екенін тексеру үшін заң аясында инвестициялық бағдарламаның техникалық экспертизасы жасалады. Оның аккредитацияланған мекемелер жасайды. Және сол есебін жүргізіп болғаннан кейін бізге сертификатын бізге өткізеді. Яғни бұл мекеменің инвестициялық бағдарламасы орынды немесе орынсыз туралы. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы да инвестициялық бағдарламаның сапалы және мерзімінде орындалуын қатаң бақылайды.